Жау тылындағы бала. Кешегі сұрапыл ұлы отан соғысы кезінде 10 жасар қазақ баласы Украина жерінде, жау тылында, партизандар қатарында болды дегенге, бәлкім, сене де қоймассыздар. Сөйткенмен, осы бір сәбидің басынан кешкен қилы-қилы өмір соқпақтарын оқушыларға айтып беру көптен бергі борышым сияқты болып келген еді. Қайда барсам да, сол баланың бейнесі көңілімнен бір шықпай, әлдебір балалық мұңын шаққандай көз алдымда мөлтеңдейді де тұрады. Сәби жүзі, бұғанасы қатпай ауыр күндерге душар болған балғын шағы жан жүйемді тебіренте беретін болды. Сол баланың өмірі туралы жолдастарыммен әңгімелесіп, оқиғаның ұзын ырғасын баяндап бергенімде, жазсаңшы осыны, балаларға мұндай жағдайды білудің өзі бір сабақ емес пе? Жаз, оқысын замандастарың, дейтін еді. Содан бері көп уақыт өтсе де, бірақ оқиға барған сайын ойыма ұялап, әңгіменің айтылар толғағы жиілеп, жанымды мазалай берді. Сөйтіп енді, сол қиын қыстау күндерден бері есімде жүрген оқиғаның ізіне түскелі отырмын. Алда шофердің қатарында отырған жас әйел артына бұрылып, біз кеткендегіден ел көп өзгерген екен. Колхозшылар қазір дүрілдеп тұр. Еңбектеріне 4-5 килограммнан астық, ақшалай да көп ақы алыпты. Колхоз үлкен электр станциясын салып жатыр екен. Осы бірер айда бітетін болу керек. Әр үй электр сымын тарттырып қойып, Ильич нұрын күтіп отыр. Енді біраз уақытта халықтың тұрмысы қандай жақсы болар екен десеңші, деп еріне ауылдан алып қайтқан әсерінің шет жағасын сүйініш сезіммен айтып келеді. Біздің үйде де электр лампасы бар, деп папасының жанында отырған бала мамасының сөзін бөліп жіберді. Мамасы баласына елжірей қарап, Серікжан 3-ші класты өте жақсы деген бағамен бітіріпті. Атасы 2-3 ай болса да сағынамын ғой, деп бетінен сүйіп жылап қалды. Қартайған адам бала сияқты болады екен, тіпті солқылдап тұрып жылады. Август айынан қалдырмай әкеп тастаңдар, деп қалды. Көршілердің балалары да өзін жақсы көреді екен, жиналып шығарып салды. Тіпті Степанның Петясы мен Ефим шалдың Мишасы да станцияға дейін шығарып салды. Тегі Серікжанды алып қайтуға барғаным да жақсы болған екен. Туған туысқандардың бәрін көріп, амандықтарын біліп қайттым. Өзгеріс те, жаңалық та көп. Айтпақшы, біздің Асылғазы Семен қарттың Люба деген кіші қызына үйленіпті. Бүлдіршінде 2 баласы бар екен, деп жол жөнекейгі сөзін аяқтағандай болды да, енді ерінен мұндағы көршілердің, таныс жолдастардың хал жайын сұрай бастады. Машина екпіндей жүріп, 3 қабат қызыл кірпіш үйдің алдына келіп тоқтады. Маусым айының жайма шуақ күндерінің бірі еді. Аспан асты тыныштық құшағында маужырап тұр. Сол тыныштыққа кеудесін кере тосқан майор Мергенбаев қатты жүріп келе жатқан жеңіл машинаның алдыңғы жағына дегбірсіздене қарайды. Әлдебір жайға асығып келе жатқан түрі бар. Қолындағы телеграмманы қайта-қайта оқып, қуанышты сезіммен жымиып, күліп те қояды өзі. Жолдас майор, бір оқиға есіңізге түсіп келе ме? Деп сұрады шофер, машина астына сырғи кіріп, сызыла қалып жатқан төп түзу асфальт жолдан көзін алмай, алға тура қарап отырып. Жоқ, осы пойызбен келе жатқан баламды көрмегеніме 2 жыл болған еді. Мен кеткенде 1-ші класста оқитын 7 жасар бала еді өзі. Қазір ер жетіп қалған болу керек. Биыл, мінекей, 3-ші класты бітіріп, папасына қонаққа келе жатыр. Мұндай құрметті қонаққа қалай қуанбассың? Деп майор сағатына қарады. Пойыздың келуіне 5-ақ минут уақыт қалыпты. Үлгереміз бе? Үлгереміз, деді шофер, машинасын 3-ші жылдамдыққа басты. Жолдың 2 жағындағы қалың сымды бағаналар, көкке бойлап өскен зәулім ағаштар, қатарлана тізілген әдемі биік үйлер көз ілеспей артта қалып жатыр.
Машина вокзал алдына келіп тоқтағанда, жолаушы пойызының паровозы да алқына демалып перронға келіп тоқтағанды. Қолдарына Жомарт жаздың қызылды жасыл гүлін алып, вагондарға қарай жүгіріп бара жатқан жұрт. Майор Мергенбаев қолына бір шоқ гүл ұстап, жүгіре басып, 5-ші вагонның алдына келді. Дәл осы кезде бір қолына чемодан ұстап, 10 жасар ер баланы соңынан ерткен, бір толықша келген, қара торы, жас әйел вагоннан шығып келе жатыр еді. Жұбайы мен баласын көрген жерде майордың жүзі жүз құбылып жайнап кетті. Шырт ұйқыда жатқан Серік, төрдегі стол үстінде тұрған телефонның безектей шылдырлаған дыбысынан кенет оянып кетті. Бір аунақшып түсіп, басын көтеріп алып еді, папасы телефон трубкасын құлағына тосып тұр екен. Тыңдап тұрған майор Мергенбаев, деп келте сөйлеген папасы лезде. Солай ма, қазір жетем, деді де өңі бұзылып, трубканы тарс еткізіп іле салды. Сосын үнсіз-түнсіз тез киіне бастаған еді. Төсектен ұшып тұрған Жамал, Жомартжан не боп қалды деп абыржи сұрады. Тұрып, киініңдер де дайын болыңдар. Шекарадан фашист армиясы өтіп кетіпті. Біздің полкте соғыс дабылы соғылғалы 5 минут болған екен, деп қысқа жауап қатты да, майор Жамалы мен Серігінің беттерінен сүйіп, киімдерін апыл-құпыл түзей салды да үйден шыға жөнелді. Жамал мен Серік тез киінді де үйдің ішін буып түйе бастады. Жамал ойына әртүрлі қорқынышты күдіктер ұялай берді. Бұл қала шекарадан небәрі 40 километр жерде болатын. Шекарадан өтіп кеткен жау бірнеше сағаттан соң осы қалаға, өздері тұрған зәулім биік үйлерге оқ атуы мүмкін. Сонда қайтпек? Жамал әрі ойлап, бері ойлап, Серікті атасы мен әжесінің қолынан алып келгеніне қатты өкінді. Жап-жас баласының ендігі күндері немен шектелмек? Көңілінде ешбір күдігі, ойында ешбір алаңы жоқ сәби, енді жау оғынан бұқпантайлап, бас сауғалап жүрмек пе? Бұл қалай болғаны сонда? Жамал әлсін әлі балконға шығып, полк тұрған казармаларға, зеңбірек алаңдарына, ат қоралар жаққа көз жіберді. Қайда болмасын, абыр-сабыр, асығып-үсігіп, қайшыласып жүгіріп жүрген солдаттар мен офицерлер. Терезелерден, балкондардан, бастары қылтиып, жан-жағына күдіктене көз жіберіп тұрған офицер отбасылары, жай адамдар. Сонсоң тұрып тыңдады. Қаланың әр жерінен соғыс дабылы. Анда-санда саңқ-саңқ еткен офицерлердің бұйыра айқайлаған дауысы естіледі. Тыныштық құшағында мүлгіген осы көркем қаланы мұнша әбігерлендіріп, шырқын бұзған кім? Неге өшікті екен осынша? Керегі не оған? Жамал әлі қарап тұр сыртқа. Ендігі бір сәтте сапқа тізілген солдаттар, көсемдеп бірнеше ат жеккен зеңбіректер, ұшы-қиыры жоқ жүк тиеген машиналар, атты әскерлер, көше-көшелермен қаланың батыс жағына қарай ағылып өте бастады. Серік те мамасының жанында осы жойқын көріністен көз алмай қарап тұрғанды. Бала жүрегі де қауіпті сезгендей еді. Сонысын байқатып, папам үйге енді келе ме деп сұрады ол, мамасына күдіктене қарап. Келеді жаным, келеді деп жұбаныш айтып жауап қайырды Жамал, ұзақ сонар ой соңында тұрып. Осыдан кейін екеуі біріне бірі тіл қатқан жоқ. Мамасы баласына, баласы анасына үнсіз қарай берді. Екеуі баяу басып, бірінің соңынан бірі еріп, үйге қайта кірді. Серіктің құлағына соғыс дабылы алыстан үзіліп келіп тұрды. Жомарт үйге келгенде Жамал мен Серік буған теңнің үстінде үрпиісіп отырғанды. Серік папасын көре сала орнынан ұшып тұрып, жүгіріп барып, оның мойнына асыла кетті. Майор оны екі бетінен алма-кезек сүйді де: Жамал, біз аттанып барамыз. Қоштасайын деп бірер минутке ғана келдім. Өте асығыспын. Командованияның бұйрығы бойынша бүгін барлық офицерлердің семьясы
кейін тылға қарай көшіріледі. Көшіретін адамдар осында қалды. Бірақ қай жерге көшірілетіні белгісіз. Кейін хабарласамыз ғой, әйтсе де, деп сәл кідіріп, Жамалға қадала қарай бергенде, Жамал көзіне жас алып: «Жомарт, жолың болсын, әлде қандай уақыт болады, кім білсін, мүмкін соғыс ұзаққа созылар. Біз елге қайтайық, аман болсаң келерсің, хат жазып тұр», деп Жомарттың құшағына кіре түсті. «Мен де соны айтайын деп тұр едім. Асылы елге қайтқандарың жөн болар. Барлық туған-туысқандарға сәлем айт», деді Жомарт та жарының сөзін мақұлдап. Серік папасы мен мамасына жаутаңдап қарай берді. Сөйтіп, семьяның да шырқы бұзылып, бірімен бірі қоштасып, әке майданға, шеше мен бала елге қарай жол тартты. Эшелон жол-жөнекей жиі тоқтап, ауа шабуылынан қорғанып келеді. Осы 3 күндік сапарда шыққан жерінен онша ұзап кете қойған жоқ. Күн сайын, сағат сайын ауа шабуылы жиілеп, бомбадан қираған вагондардағы адамдарды сау вагондарға ауыстырып, ал істен шыққан вагондарды кез келген разъезд станцияларға тастап отырды. Бұл эшелондағы адамдардың көбі жаралы болатын. Серігін құшақтап, нардың астында отырған Жамал қарсысындағы полк комиссары Савченконың әйелі Анна Ивановнаға ойлы пішінмен көз тастап, әлденені айтқысы келгендей қарай береді. Анна Ивановна да Борясының басын көкірегіне қысып, әлденеден қауіптенгендей сыртқа құлағын сала тыңдап, вагонның есігінен көз алмай қарап отыр. Ересек балалар, әйелдер вагон есігінің тесіктерінен сығалап тұр. Көп кешіккен жоқ, жау самолеттерінің гуілі тағы өрши бастады. Эшелон жай жылжып келді де бір жерге тоқтады. Жоғардан естілген самолет моторларының мазасыз гуілі қара жерді қақ жаратындай боп қаһарлы үнге басты. Бір кезде әр жерден жарылған бомбаның гүрсілі естіліп, оған қоса самолеттерден пулемет оғы жауды. Ышқынып түскен бомбаның, ысқырып өткен оқтың зәрелі дауысы ғана естіледі. Эшелон жауған оқ түскен бомбаның астында қалды. Серік көзін шарт жұмып, мамасының бауырына тығыла түсті.